Сәлем, қалайсыз? Тағы да бүгін сіздермен бірге сіздің инстаграмыңыздағы сохранение, яғни посттың охватын көбейтеміз. Сохранение деген көбірек басылады, я уверен. Енді сіздерге қазір біз мынандай видео жасаймыз. Nothing gonna save us now. Well, there's broken silence by thunder crashing in the dark, and there's broken records. Жаңағы видеоны, скорее всего, адамдар скачивать етіп бастайды. Скорее всего, все скачают, сохранить етіп қояды өзіне, жоғалтып алмайын деп. Ол фильмдерді көрмеуі де мүмкін, бірақ ол обязательно сохранение дегенді басады. Неге ол маңызды ақпарат әйтеуір бір кейін керек болады, көрем деп. Сіздер не істейсіздер, өзіңізге ұнаған бір 10 киноны жазыңыз. Егер де мен киноны қатты қарамаймын десеңіз, топовый интернеттегі списоктардан ала салсаңыз болады. Но желательно өзіңізге ұнайтын фильмдер. Mesela ең мықты бір 10 киноны жазасыз. Бірінші өзіңіздің камераға сөйлеп те керек емес. Просто өзіңізді бір түсіріп аласыз. Ары қарай киноның обложкаларын бір қойып шығасыз. Және мына жерде подсознательно бір инструмент бар, ол музыка. Музыка хайповый болу керек. Музыка андай трендтегі музыка болу керек. Трендтегі музыканы в основном TikTok-тан қарайды. Осындай видео жасау үшін сіз постерді поисктан Google-дан тауып аласыз да, сақтап қоясыз. Одан кейін шотты ашасыз да, фотоға қоясыз. Өзіңіздің постерларыңызды қосасыз да, watermarkты ең бірінші watermarkты алып тастайсыз. Осылай. Одан кейін постерларыңыз автоматом 5-5 секундтан тұрады. 5-5 секунд ұзақ деп ойлаймын. Сол үшін мен оларды примерно 3 секундқа барлығын қысқарттым. Одан кейін Canvas'ты басасыз да, размерін 19:6, то есть телефон размеріне келтіріп аласыз. Одан кейін сіз қаласаңыз текстті де жазып қоя аласыз. Осылай текст жазасыз да, оны примерно әдемі қылып бір жаққа қойып қоясыз, астына неге үстінен көрінетін жерге. Одан кейін сол тексті қаласаңыз бүкіл видеоның полностью, то есть видео біткенше дейін тұратындай қылып тартып қоясыз. Болды, бірақ ең бастысы алдында өзіңіздің видеоңызды қоюға ұмытып кетпеңіз. Адамдарды қызықтыру үшін бір қызық, жаңағы мысалда сияқты реверс пен капюшонды тарта салды, сондай бірінге қойсаңыз болады. Кстати, көп кісілер маған айтып жатыр, ойбай жастар сіздерден үлгермей жатырмыз ба деп. Енді апайларымызды қарап отырған шығар. Апайлар, заман өзгеріп жатыр, заманмен бірге өзгеру керек. Заман талабы сондай. Кішкене сіздер түсінбесеңіздер, ана бізде чат бар, әйтеуір чаттан сұрап алсаңыздар түсіндіріп береді. Бірақ ризамын, сіздерге өте ризамын. Апайлар, ағайлар қарайды, тырысады, жасайды. Егер сол ағыммен жүрсек, сіздер ылғи трендте боласыздар, ылғи күшті болады.